Қазақта жуынуға арналған ванналар болған ба? Иә, болған. Оған нақты дәлел мынау. Бұл осыдан 800-900 жыл бұрын бабаларымыз пайдаланған, саздан күйдіріліп жасалған керамикалық ванна. Түркістан маңындағы Қаратөбе Сауран қазбаларынан табылған. Мұндай ванналар отырар қазбаларынан Орта Азияның әртүрлі аймақтарында жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарынан көптеп табылған. Жалпы тазарлар еденге көмілі жататын болған. Ондағы жуынған лас сулар бір шетінде арнайы жасалған шұңқыр бадырапқа ағып кетіп отырған. Ең қызығы, бабаларымыз ваннаны тазар деп атаған екен. Атқаратын қызметіне 100% дәлме-дәл келетін қандай керемет атау десеңізші. Одан да қызығы мынау, біз бастан келді деп жүрген ваннада тазик сөздері де шығыстан шығып, бүткіл Европаны айналып келген өзіміздің төл затымыз, төл сөздеріміз болып шықты.